Қайырлы кеш достар, қалайсыздар? Міне балапанды сарайдың бір бұрышына шығардым. Барлығы ұшып, қанаттанып, жерді қазып, жәндер кіріп тұрып ойнап отыр ғой. Барлығы бөлек-бөлек ұстап, осы жерге қамайым дегенде бір жағын салып деймін, уақытым кетті. Үлкен кормушкілерін шығарып, жуып, тазалап, барлығын реттеп осыларға. Міне, қалсаң ошақта болады. Ертең бір күнде ультрафиолетовый қызыл лампадан бір екеуін әкеліп қою керек, түнге жағып қойғанға. Қалған барлығы осы ошаға шығардым. Мына жерде ақтан сұрап жатсыздар. Ақтың мынау жүрген ақпен мынау жерде біреу тұр ақ. Ол ақтың екеуінің аяғы андай бір фиолетовый ма, осы сондай. Бұл жаңағы аяқтан көрінеді, басқаша мына. Ана сары болса, мынанікі аяғы басқаша. Бұл брезгальский деген порода. Французский порода. Одан кейін бір-екі ана жерде не жүр? Анау жүрген ақ. Ол первомайский. И мына жерде осы генофондтан шадасып бір не келген. Мынау жоқ ананың артында. Мынау. Бұл адлерский. Өз біреу өзі сол. Генофондтан келген өзі. Қалған барлығы кучинка. Ана осы жерде енді. Осындай өзгеріс менде ағайын. Сіздерде не болып отыр? Телеграм чатқа видеолар жіберіп қойыңыздар. Міне балапандарыңыз ауырмасын, тек қана алға жылжиық ағайын. Рахмет.